Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен борщтың керемет рецептімен бөлісемін. Ең алдымен етпен пиязды турап аламыз. Қазанға май құйып, майымызды қыздырамыз. Үстіне ет пен пиязды салып, үстіне томат қосып, араластырып, аздап қыздырамыз. Ет пен жуаны қатты күйдірмейміз. Үстіне су құйып, қақпағын жауып, қатты қайнатамыз. Қайнаған соң астын жайлатып қоямыз. Картоп пен қырыққабатымызды тураймыз. Қырыққабат ұсақ қылып турау керек. Морковь, свекланы теркіден өткіземіз. Осы барлық өнімдерімізді қазанымызға салып, шамамен 1 сағат қайнатамыз. Үстіне қалауыңызша лавр жапырағын, тұз, бұрыш болмаса, борщқа арналған приправа болса, қосуларыңызға болады. Қалауларыңыз бойынша. Осымен борщ дайын. Мен ылғида борщты дәл осылай дайындаймын. Барлығына ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Кеңес беремін.